Ассалаумағалейкум достар. Бүгін мен жайлауға көшіп жатырмын. Жайлауға көшіп тұрмын трактормен. Жүктілік ақырын тасып. Көшіп бара жатырмын. Қайырлы күн достар, біз міне қазақ үй құрып жатырмыз. Жаз жайлауға жадырап келдік. Міне шаңырақ, уық. Жалпы бұл қазақ үйдің құрылысы. Бұл біздегі сиырға арналған сырғалар. Көк, жасыл, қызыл түстестер. Сандары 1-ден 100-ге дейін. Жақсы сапада. Құлақтарына үлкен, жақсы көрінеді алыстан. Бұл қазір 6 қанат. Қазақ үй жалпы 4 қанат. Киіз үй деп аталады, қазақ үй деп аталады. 4 қанат болады, 6 қанат болады. 8 қанат болады. 12 қанат болады, 24 қанат болады. Оның барлығы мына керегеге байланысты. Кереге қанша болса, сонша қанат болады. Яғни диаметріне байланысты 6-да 6, 8-де 8, 10-да 10 кете береді. Хандар мінген хан сарай сияқты 24 қанатта да жүре береді. Шаңырақ бұл символ қазақтың, уықтары ұстап тұрады керегені. Қалайсыздар достар? Бізде міне жаз жадырап, күн ыстық болып жатыр. Бізде Қытайдың желпішігі емес. Оригинал жапырақтар. Осылай отырасыздар. Демалыста келіңіздер. Көк-шөптің үстінде қымызбен жантайып қойып, сірнені жеп қойып, деп шауып қойып жатасыздар достар. Керемет достар. Кездескенше күн жақсы. Главный шаңырақ мықты болса, шаңырағың биік болсын деп қазақ бекер айтпайды. Және де кереге келеді де босаға бекітіледі. Мынау босағың берік болсын деп те бекер айтпайды. Бұл бәрі шыққан табалдырық. Міне уықтан шаңырақпен ұстап, осылайдан құрылысы осылай. Қазақтар бұны бекер ойлап таппаған. Қазір Еуропада осындай қазақ үйлермен демалыс орнын ашуда. Одан қарағанда біздің ата-бабаларымыз мынау қазыққа да, яғни желден ұшып кетпеу үшін қадалып көмек ретінде ұстап тұрады. Мынау болса шаңырақтан түскен жел бау. Бұны бала күндеріңізде естеріңізде болар. Жел соққанда, боран соққанда тұз немесе оны іліп қоясыздар, отырасыздар, алдыбақан анау мынау теуіп отыра бересіздер. Мына жерде жыртық енді мына қазақ үйге 24 жыл болған қазақ үй. Құрылысқанына 3 төбеден шыққан. Содан қалған киіздер жыртық үйдің құдайы бар деп бекер айтпаса керек қазақтар. Міне мынау салафан бұл су өткізбейді. Екі жақтан 6 метрден 12 метр салафан жабылады. Және де мына жерде аппақ. Бұл парашют, ана десанттар ұшатын парашюттар бұлар. Бұл да жаңағы қоқым түсімен қорғап тұруға бір себеп. Тағы да не айтылмады бұл жерде. Енді сыртына көшейік. Кереге уық түсінікті барлығы. Солай достар. Қайырлы күн достар, қалайсыздар? Міне бүгін бізде жайлауға көшіп қазақ үй тігіп жатырмыз. Аяғына дейін көріп, лайктан лайкылдатып, комментарий жазып кетіңіздер достар. Тағы да екінші қазақ үй бар, онда тігеміз. Мынау кухняның спальня деген сияқты. Ағаштан рейк тақтайлардан пол, яғни дүзу, өзіңе комфорт. Темір төсек деген сияқты. Сыртыңнан ашылады, есік. Мына жақта жайлау. Жанына, яғни керегенің сыртына жабылатын киізді туырлық деп атаймыз. Туырлықтың үстіндегі, мына үстіндегі уықтың үстіне жабылатын, оны үзік деп аталады. Оны қазір лақтыру әдісі де бар өзінің. Оның үстіндегі шаңырақтың үстіндегі түндік деп аталады. Сонымен осылай 3 бөліктен тұрады. Мына өзік деп аталады. Бұл уықтың үстіне жабылады. Главный босаған үстінен басталады. Осылай лақтырасыздар да.
Арғатай ағашпен итеріп шығарып аласыздар. Оның өзінің әдісі бар. Орап кетіп қалды мынау құлап. Міне. Мына ағашпен кетеді. Ағашпен серпіп лақтырған кезде шаңыраққа дейін бір-ақ барады. Оппа. Кетті, әдемі кетті. Бір-ақ сауы. Мына жіпті бұлай әкетесің де қазір. Ұстайсың мұны. Міне үзікті осылайынан ұзын жіппен тартасың, шпагат жіп. Мықты үзілмейді, шеремейді, таканса. Бұрынғы қылдан ескен арқан жоқ, қылда есетін адам жоқ дегендей әңгіме. Ақырын-ақырын есіп серіп тартасың, жай. Қат тартсаң болмай қалады тұрсын. Мұны естіп екеуін айқастырып жапқан кезде бос ұстап тұрмыз. Бос. Етегін етектеп алады, одан кейін жібермейсің. Енді айқасамыз бұлайнан. X болған кезде связка болады бір-біріне. Сонымен ұстап қалады. Керегенің астынан аламыз. Керегенің астына кетеді. Сонымен кереге ұстап тұрады. Достар, мына жерде тағы да айта кететін жағдай, мынау арқандарға келсек, мынау бел арқан. Яғни бұл керегені мықтап ұстап тұрады. Одан кейін келесі мынау жіп. Бұл уықты ұстап тұрады. Яғни уық қыдырып кетпес үшін. Яғни уық бұлай оңға солға қозғалмайды. Және де бұл жерде киіз таза қойдың жүні. Одан мына жерде қазақтар мынау керегенің арасын андай қайыспен жасаған. Бұл терін илейсің, қайыс болады, сол қайыспен ұстатқан бекітеді. Үшін бәрі натуральный ғой. Мынау жоқ. Түсет. Тыр. Асып кетті. Асу керек сол. Түсет. Болды. Болды. Норма. Бұл жыртық болғанмен де жылу өткізеді. Жыртық үйдің, жаман үйдің қайы бар дейді, достар. Бұл енді соңғы жылғы нелер, жаңағы киіздер келесі жыл жаңарту керек. Жаңарту демекші, бұл киіздің өзін табу дефицит болып кетті шындығына келген кезде. Мен өз лақтырудың өз әдісі бар, осылай серпіп лақтырасыздар. Айқасады екен, тоже связка болады. Айқастық. Одан мынау киіз деген дефицит. Ешкім жасамайды бұл қазір киізді. Киіз тұрмақ қойдың жүнін алмайды. Осыны өндірсеңіздер, достар, қалталы азаматтар киіз өндіріңіздер. Жақсы бизнес идея. Насқа кірсек ішке. Бұның енді өз әдісі бар ғой, көрсету керек қой әдісін халыққа. Ой, көре берсін, ештеңе жоқ. Міне, осылай жазып аласыздар. Содан анау жіпті тастайсыздар астыға қаратай. Мына жіп арғатай өту керек. Одан бұлай бүктейсіздер. Одан мына екінші жіп кетеді. Одан мына бір киіз бұлай жабылады. Әр нәрсенің өз әдісі бар. Содан бұлай бүктеледі. Тағы да бір бүктеледі. Соны серпіп отырып лақтырасың. Бұлай ұстайсың дағы. Мына жақтан. Центр. Орталыққа барамыз. Дәл ортасына. Бұлай 1, 2 деп лақтырасың. Үш! Оппа! Көрдіңіздер ме, достар? Күш деген қайда жатыр. Күш атасын танымас. Бауын алып бір. Жібін алып бір. Мына осындай бақан дейді бұл таяқты. Таяқ демейді, бақан. Осындай мен арасында серпіп лақтыра берсін. Әкетена жіп тұрбек, ей, оттамай. Әкетем қазір.
бұйырса сеткіні қой қораны құрып тастадық. Кішкентай туған лақтар. Мына жақта трактормен үй дайын. Үйді де тігіп тастадық. Міне. Оп, бисмилля деп кіресің. Киіз үй, қазақтың үйі. Міне мына жақта тұз, жем атқа беретін стол, кілем, жатын орын, ыдыс аяқ, газ, тамақ деген сияқты. Бұл қолданыстағы үй. Енді қонақ үй бар, қонақ үйді құрамыз бұйырса. Достар, ұнаса лайк басып, комментарий жазып, тіркеліп қойыңыздар. Подписаться батырмасын басып, қоңыраушаны белгілеп кетіңіздер міндетті түрде.